Балалар, бүгін Абай атамыздың үш дос туралы әңгімесімен таныс боламыз. Балалар, әркім өз төсегіне жайғасқан болса, көрпемізді ашып, көзімізді жұмып, терең тыныс алайық. Демімізді мұрнымызбен жұтып, аузымыздан шығарамыз. Осылай үш рет жасаймыз. Енді бәріміз көзімізді жұмып елестетейік. Біз орманда келе жатыр едік. Алдымыздан үш дос кездесті. Олар ақыл, жүрек, қайрат деген үш дос екен. Олар бір-бірімен кімнің ең жақсы екенін білмей дауласып келе жатыр. Бірінші болып ақыл сөйлепті. Мен балаларға дұрыс ойлауды үйретемін. Ойыншықты бөліп, ойнау, сабақты тыңдау, шешім қабылдау бәрін мен жасаймын депті. Сосын қайрат сөйлепті. Мен ешқашан шаршамаймын. Таңертең тұрып, жаттығу жасаймын. Үйде ата-анама көмектесемін. Ең соңында жүрек үндемей тұрып, күлімсіреп айтыпты. Мен бәрін мейіріммен істеймін. Достарыма жылы сөз айтамын. Кішкентайларға көмектесемін. Мен мейірімді жүрекпін. Бұл туралы бізге Абай атамыз былай деген: үшеуің бірге дос болсаңдар, нағыз адам боласыңдар. Демек, біздің бәріміздің бойымызда ақыл, жүрек, қайрат үшеуі бірге болса, біз ақылды, мейірімді, еңбекқор болсақ, біз өте жақсы бала боламыз. Қане, ішімізден қайталап көрейікші. Мен ақылды баламын. Мен мейірімді жүрекпін. Мен қайратты баламын. Жарайсыңдар балалар. Ендеше тағы бір терең тыныс алып, демімізді мұрнымызбен жұтып, аузымыздан шығарайық. Ал енді бәріміз қазір мейірімді, сабырлы, ақылды балалар екенімізді байқадық. Ендеше жайлап ұйқымызға батайық.